Онлайн займның неге пайыздары көп? Осы сұраққа жауап берейік. Каналда қалыңыздар. Сіздермен Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Жалпы микроқаржылық ұйымдар, микрокредиттік ұйымдар, онлайн займдар проценттер өте көп болып жатады. Сіздер ойландыңыз ба, не үшін бұлар қандай заңмен реттеледі деген сияқты? Сол сұраққа жауап беретін боламыз. Тақырыпқа көшпей жатып, міндетті түрде подписка, лайк, комментарий, бөлісу және менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Заңгер _ Марғұлан. Жалпы заңды зерттей келе өзіміздің біз тергеу жүргіздік. Тергеу жүргізіп едік. Біз мынандай бір баптарға сүйендік. Біз өте оңай қарапайым тілде түсіндірген жақсы көреміз. Сондықтан сіздерге миларыңыз ашытпай, керекті баптармен ғана таныстырамыз. Онлайн займдар, микроқаржылық ұйымдар қандай заңмен реттеледі? Олар микроқаржылық қызмет туралы заңмен реттеледі. Қазір экранға, компьютердің экранына мән берсеңіздер, сіздерге сол жерде айтатын боламын. Қараңыздар, микроқаржылық қызмет туралы заң. Қазақстан Республикасының 2012 жылы 26 қарашадағы шыққан номер 56. Бұл заңға бізде қай бапқа мән беру керек? Ең басты 4-ші бапқа біз мән беруіміз керек. Астыға жүреміз, 4-ші бапты табамыз. 1-ші бап, 2 кетті, 3 кетті, 4-ші бап. 4-ші бап. Микрокредитті беру туралы шарт. Осы 4-ші баптың бізге ең басты керегі 3-те-1-ші тармақ. Осы 3-те-1-ші тармақты оқып көрейікші, не жазылып тұрған. Қараңыздар. Жеке тұлғамен күнтізбелік 45 күнге дейінгі мерзімге жасалған республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 50 еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде микрокредит беру туралы шарт бойынша осы заңның 5-ші бабының 1-ші тармағында белгіленген талап шарт мынадай талаптарға сәйкес келгенде қолданылмайды дейді. Яғни бұл жерде не жазылып тұр? Бұл жерде микрозаймдар күнтізбелік 45 күнге, яғни 45 күнге дейінгі микрозаймдар МРП-ға байланысты еселенген 50 еселенген дегеніміз 50 МРП дегеніміз. 50 МРП қазіргі таңда қақса 145.850, яғни 145.850 теңгеден аспайтын болса, және ол 45 күнге жетпейтін болса, осы заңның уәждері, осы заңның условиялары оған жүрмейді дейді. Бірақ 5-ші баптың 1-ші тармағына сілтеме жасайды. 5-ші бапты ашайық ары қарай. Қараңыздар. 5-ші бап 5-ші бап. 5-ші бапта былай делген, микрокредит бойынша жылдық тиімді сыйақының мөлшерлемесі, яғни мөлшер қандай болу керек деген. 1-ші тармағын оқиық, жаңа ссылка жасаған. Микрокредит бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері уәкілетті органның нормативті құқықтық актісінде айқындалған шекті мөлшерден аспауы тиіс. Ал шекті мөлшері ол 50 МРП. Яғни не деген сөз? Егер экранына бұл немені компьютерді қойып, егер камераға өзіміз көшетін болсақ, қараңыздар, бұл не деген сөз? Бұл 45 күнге дейінгі займ болса, және 50 МРП-ға дейінгі займ болса, қазіргі таңда 145.850 теңге 2025 жылғы. Осы суммаға дейінгі займға микроқаржылық ұйымдар, онлайн займдар қандай пайыз қойса да өзі біледі деген сөз. Миына қандай пайыз келеді, сондай пайыз қосылады. 200%, 100% қосуы мүмкін. Түсіндіңіздер ме? Осыдан сіздер көрсеңіздер болады, бұлдай ұйымдар пайыздары өте көп, 100-200%-ға шейін кетіп жатады. Сондықтан бұл осындай микроқаржылық ұйымдарға, микрокредиттік ұйымдар, қаржылық микрокредиттік ұйымдар, онлайн займдарға осындай мүмкіндік беріп қойған. Ал енді бұндай мүмкіндікті кім берді дегенді ойланатын болсаңыздар, оған өздеріңіз жауап беруге тырысыңыздар.
иә, жалпылама сіздерге түсіндіріп айтылды. Проценттер, пайыздар онлайн займ бойынша не үшін бешеный үлкен екен. Жалпылама қызық болса астына комментарий қалдырыңыздар, тіркеліңіздер, подписка, лайк, және міндетті түрде Instagram парақшама тіркеліңіздер. Заңгер төменгі сызықша Марғұлан қазақи заң каналына ат салысып көмектесіп отырғаныңызды үлкен алғыс. Сау сәлеметті болыңыздар.